баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін қимақ қосылған салат дайындайтын боламыз. Бірінші қимақты дайындап аламыз. Бізге керек тәсіл: оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз, үстіне су қосамыз, 1 шай қасық тұз қосамыз, 1 ас қасық қант қосамыз, қалауымызша аскөк қосамыз. Үстіне ұнымызды еліктен өткізіп аламыз. Үш ас қасық сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымызды қызып тұрған тавамызда 2 бетін аунатып пісіріп аламыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Ары қарай салмамызды дайындаймыз. Бізге керекті қияр. Қиярымызды майдалап турап аламыз. Оны майонезіміздің үстіне қосамыз. Ары қарай аскөк қосамыз. Аскөктің жартысын бетін әрлерінде алып қаламыз. Қалғанын майонездің үстіне қосамыз. Қызыл балықты да видеодағыдай турап аламыз. Онда майонезіміздің үстіне қосамыз. Бір шым-шым тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Салмамызды қимақтың бетіне жағып шығамыз. Ары қарай барлығын қайталаймыз. Ең жоғарғы қабатына майонез қосып, бетін аскөкпен әрлейміз. Үстіне бұршақ қойып шығамыз. Салаттарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Достар,